Сәлеметсіздер ма? Мен Мансурова Айзада Орынбасар қызы. Бейнеу ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Бүгін мен сіздерге әдебиеттік оқудан Қайрат Жұмағалиевтің жеңіс күні өлеңімен таныстырамын. Сабағымыздың мақсаты: Ұлы Отан соғысындағы қазақстандықтардың ерлігімен таныстыра отырып, жеңіс қуанышын сезіндіру, өлеңді түсініп оқуға үйрету. Олай болса, оқулығымыздағы 127-ші бетті ашып, берілген сөз жымбақты шешеміз. Бірінші, бұлыт қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады. Батыр елдің дәулеті, бал құрақ көлдің сәулеті. Жүк ауырын нар көтереді, ел ауырын ел көтереді. Шын ер тасымас, жеңілсе жасымас. Отан үшін отқа түс күймейсің. Жаңбыр менен жер көгерер, бата менен ел көгерер. Жақсы, олай болса, біздің сөз жұмбағымыздың тігінен оқығанда ерекше жазуға мән береміз. Бұл кім? Бұл батыр қыз Мәншүк Мәметова. Біз тағы да кімдерді білеміз? Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова. Олай болса, біз келесі видеоға назарымызды аударамыз. Сен Ұлы Отан соғысында елін ерлік көрсеткен қазақтың батыр қыздарын білесің бе? Сұрапыл соғыс жылдары Қазақстан жерінде аттанған жауынгерлердің күрес соғысына жетісіне кеңес одағының батыр атағы берілді. Шығыстың қос жұлдыз атанған қаракөз қазақ қыздары Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова отан үшін жан аямай ерлік көрсетіп, қан майданда қаза тапты. Қазақтың батыр қыздарының күрес ерліктері сол сәтте бүкіл майдан даласына тарады. Сен де мұны мақтан тұтпа. Міне оқушылар, біз қазақ батыр қыздарымен таныстық. Мәншүк Мәметова, Әлия Молдағұлова, Хиуаз Доспанова. Бұлар сол сұрапыл соғыс кезінде ер жігіттермен бірге, бірі атқыш болса, бірі мерген болса, бірі ұшқыш болған. Бұл халық ел жадында мәңгілік сақталады. Енді өлеңмен таныспас бұрын Қайрат Жұмағалиевпен танысамыз. Батыс Қазақстан облысы Орда ауданы Бесқұдық ауылында туған, балаларға арналған көптеген жыр жинақтардың авторы Қайрат Жұмағалиев ақын, сонымен бірге аудармашы. Енді өлеңге назар аударамыз. Ойлап тұрдым көп, сауал бердім білгім кеп, қуанышты мереке, жеңіс күні қай күн деп. Атамнан да сұрадым, көкемнен де сұрадым, ағамнан да сұрадым, апамнан да сұрадым. Тосты бәрі құлағым, дұрыс түсті сұрағым, бейбіт күннің бәрі де жеңіс күні шырағым. Міне оқушылар, жеңіс күні қандай күн? Бейбіт күннің барлығы жеңіс күні екен. Осы жеңіске биыл 75 жыл толды. Біз бұл жеңісті үлкен мереке деп өткіземіз. Біздің ата-бабаларымыз осы сұрапыл соғыста ерлік көрсетіп қаза тапқандары қаншама. Ол үшін келесі видеоға назар аударамыз.
радиодан керекті мәліметтерді алдық деп ойлаймыз. Осы сұрапыл соғысқа өзіміздің туған жеріміз Бейнеуден де көптеген азаматтар қатысып, ерлік көрсетіп, батыр атағын алды. Солардың бірі Мәди Беген, Жұмағали Қалдықарай, Ізбасар Шомақ, Қорбақ Біршабай, Бәйді Қилыбай, Ізбасар Мансұр сияқты көптеген азаматтарды айта аламыз. Олардың ерліктері біздің мәңгілік жадымызда сақталады. Егер де осы кісілермен кездескен жағдайда қандай сұрақтар пікір алмасу арқылы қойылар еді? Мысалға, сіз соғысқа қалай аттандыңыз? Сіздің соғыстағы ең қиын сәтіңізді еске түсіріңізші. Сол соғыстағы достарыңызды атап бере аласыз ба? Соғыс аяқталғаннан кейін ауылға келген күні қандай көңіл күйде болдыңыз? Халықтың көңіл күйі қандай болды? Міне, осындай сияқты керемет сұрақтарды қояр едік. Осы бейбіт күнге алып келген, бейбіт күнде өмір сүріп жатқан біздің ата-аналарымызға үлкен құрмет көрсетіп, ашыққа жасауға болады. Ұлы жеңістің 75 жылдығына орай сыныбымыздағы оқушыларымыз ата-аналарымызға ашықхат дайындаймыз. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Үйге тапсырма өлеңді жақсылап жаттаймыз. Және өзіміз ұлы отан соғысына қатысқан бір атамызды алып, жақсы деректерді жинап, сынып жетекшісінің жеке парақшасына жіберулеріңізді өтінемін.